НАСА Хаббл ғарыштық телескопының 32-ші туған күнін. Хиксон 40 ықшам тобына жинақталған 5 галактиканың ғаламат көрінісімен атап өтті. Бұл таңғажайып жиынға миллиардтаған жұлдыздың біріккен жарығы жарқыратқан алып эллипс галактика кіреді. Үш спираль галактиканың анық тозаңды жолақтары белсенді жұлдыз түзілу жүріп жатқан ирелең спираль тармақтарды айшықтайды. Бізге қырмен тұрған бір галактиканың жалпақ жазық жұлдызды дискін бойлы шашылған тозаң көрінеді. Әрқилы галактикалардың бұл тобын гравитация ғана біріктіріп тұр. Топтың ықшамдығы сонша, ол біздің құс жолы дискінен 2-ақ есе үлкен кеңістікке сыйып кеткен. Топтағы тығыз байланысты қараңғы материя атты жұмбақ та көрінбейтін материя түрі түсіндіре алады. Қараңғы материясы көп галактикалар жақындасқанда, бұл қараңғы материя бүкіл топты қоршаған үлкен бұлт түзуі мүмкін. Галактикалар осы бұлтты жарып шықпақ болғанда, бұлттың гравитациялық әсері үйкеліс күші сияқты әрекет етіп, олардың қозғалысын баяулатады. Энергиясын жоғалтқан галактикалар бір-біріне ұмтылады. Мына кескінде галактикалар ғұмырындағы айрықша сәт бейнеленген. Шамамен 1 миллиард жылдан кейін олар бір-бірімен соқтығысып, бір тұтас алып эллипс галактика құрайды. Хабблдың керемет сезімталдығы арқасында фондағы сан алуан алыс галактикаларда суретке түсіп қалған. Хаббл жер атмосферасы үстінде айналатындықтан бізге ғаламдағы көптеген ғажайыптың осындай айқын көрінісін бере алады. Хаббл ғарыштық телескопы 32 жылда ғарыш және ондағы орнымыз жайлы түсінікті өзгертті. Хаббл әлемнің жасымен кеңею жылдамдығы туралы дерегімізді нақтылады. Оның терең шолулары миллиардтаған жарық жылы қашықтыққа көз тігіп, өзіміздің құс жолымен салыстыруға болатын ежелгі жас галактикаларды ашты. Хабблдың халі жақсы, және ол алдағы жылдары әлемді зерттеуін жалғастыруы тиіс. Астронавтар жүзеге асырған 5 қызмет көрсету миссиясымен жердегі сарапшылар тобының еңбегі телескопты ғылыми мүмкіндігінің шыңында ұстап тұрды. Хаббл ғарыштық телескопы туралы қосымша ақпарат НАСА Хаббл сайты мен НАСА Хаббл әлеуметтік желілерінде.